Сол енді бүгінгі күнді бір үлкен ұлым әскерге барып, өз әскери борышын атқарып келді. Енді биыл міне 25-ші жылы екінші ұлымның енді жасы келіп, уақыты келді. Елінің алдында өз әскери борышын атқаруға осы әскерге шығарып салып жатырмыз. Әскери жиынтық пункттеріне келіп тұрмыз. Енді баламыз шығарып салып жатыр. Енді ұлыма елінің алдында өз борышын атқару ол міндет. Ер азамат әскери борышын атқару керек. Елдің алдында, жердің алдында. Ол бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан жауынгерлік сезім, елді қорғау, жерді қорғау. Қазақ ұлтының қаншама батырлары бар. Кейінгі заманда да батырлары бар, бүгінгі күндегі де батырлары бар. Еліміз, жеріміздің қауіпсіздігі үшін әр азамат өз борышын атқару керек деп есептеймін. Сол үшін міне екінші ұлымды әскерге аттанып жатыр. Бәрі дұрыс болса, бір жылдың ішінде аман-есен оралады деп сенемін.